Сәлем оқырман. Сержан Ақеркеге қайта келген болатын. Махаббат па араларындағы шынайы, әлде басқа ма? Ақерке қанша жібергенімен қайта қосылып, мүмкіндік бере беретіні анық. Әңгімелер енді анаңды тыңдамайды екенсің, анаңды басқа деген сияқты. Просто иногда таң қаламда, настолько кейбір адамдардың өмірлері қызықсыз, и басқа адамдардың өмірлерімен управлять еткісі келеді, бірдеңе үйреткісі келеді, бірдеңе жасатқысы келеді. Әр адам өзінің өмірімен айналысса бақыттырақ болады деп айтқым келеді. Және мен Анасы қарсы болса да, достары қарсы болса да, Сержанды таңдауда қыз. Ақерке ия дейтінің белгілі, бірақ шын дос жылатып айтады. Дұшпан күлдіріп айтады. Мариямды бүгін дұрыс айтты пікірін, бір жігіт үшін анасымен ренжісіп қажеті жоқ. Қарғысын алмай, ризашылығын алу керек. Жігіт табылады, ана табылмайды. Сен жақтырсан да жақтырмасан да үшінші әйелі боласын Сержанның дейді көрермендер. Арай менде некесін қиған еді былтыр ғана. Бүкіл Қазақстанның алдында қосылайықтан көрген еді. Көбісінің айтатыны ешқашан біріншісі болмайсың, үшінші әйелі болып қаласың. Жас қызға ондай не керегі бар? Әп-әдемі, ақылды, жап-жас қызға сай жігіт келетіні анық. Сәл шыдап өз үміткерін күткені абзалырақ. Сіздер қалай ойлайсыздар? Ал көрерменнің пікірі қалай? Анаңды тыңда, мүмкіндік берме. Махаббат, сүю, жақсы көру, тұрмыс. Құрған соң мінезі шықса, бәрі жек көруге айналады, өкініш болады, ойлан. Бір еркек үшін анаңды сындырып кетсең, өте өкінішті. Сержанның туғы кетпейді, бірақ туған қызынан көңіл қалған ана үшін өкініш қой. Ол бір үйленбеген болса, мейлі бақандай екі әйел алған адам. Оның өз өмірі бар, саған өзіңе лайық, өзіңді сыйлайтын адам кездеседі әлі. Не істесен де артынды ренжітпе. Маса сияқты ызындамай кетші жобадан Сержан мынау кім еді? Тиіп аласың ба, басқа қыласың ба? Әлидің кінәсі жоқ, араға қыстырмай отыр сені сарпәле. Кеп-кеше келіп алып, өз жөнімен отырсайшы дейді оқырмандар.